жекешелендіру жүйе үшін қажет болды. Оны жасыратын ештеңкесі жоқ. Назарбаев пен оның қазір айтып жүрген 162 адамның кәдімгі қарнын тойғызу үшін кәдімгі. Солардың тоқалдарын, көңілдестерін, солардың бала-шағасын тойындыру үшін жасалды. Назарбаев кеше өзі айтқан жоқ па? Біздің халық бұдан 20 жыл бұрын біз енді жер асты байлығын, жер үсті байлығын есептейтін болсақ, ертең біз 20 жылдан кейін Дубайдан артық өмір сүретін боламыз деді. Сөйтсе ол өзі үшін айтқан екен ғой, өзі Дубайда тұрып жатыр ғой. Назарбаевты біз осы уақытқа дейін мысалы үшін ақын да қылдық, әнші да қылдық, гимнге өзгеріс енгіздік. Ең алғаш мен ұстазым Жұмекен Нәжімеден, қазіргі мына қазақ әнұран деп жүрміз ғой, гимннің авторы негізінде бұл әнұран емес, елұран болу керек. Дұрыс атауы мен өзім пайымым. Соған жаңағы бір-екі жолды өзгертті, ол жолды өзгерткенде Назарбаевтың өзі емес, оның жанында болған Тұманбай Молдағалиев пен Әбіш Кекілбаев болу керек. Сонда мен өлең жазғам. Бір шетіне жана шыққан ақшаның алақаны салыныпты патшаның. Бекітілген әнұранның өзіне өзгеріс енгізіпті шапшағын. Әнұранның авторлары кім екен? Белгілі ғой Шәмші менен Жұмекен. Жарты ғасыр шырқап келген сол әнге неге жармасады Нұрекең. Патшамызды ақын, батыр, ән шығып, жатса да ешкім көрсетпейді қарсылық. Екі ортада қылпылдайды басшылар, жоғарыда кетеме деп дау шығып. Бір басына жетіп жатқан атағы, елбасын азда шығар шатағы. Тірісінде әулие деуге дайынбыз, қабырғама осы ғана батады. Ақ пен қара деген ұғым бізде өмірдің өзі шығып түсіп жатқан шахматтың тақтасы сияқты нәрсе ғой. Сондықтан кейде төрге пешкілер шығып кетеді, кейде ешкілер шығып кетеді. Ал соған әрине күйзелесің, қамығасың, халқың қамын ойлайтын, Алашорданың жаңағы жырын жырлап жүрген, Алашорданың өсиетін орындап жүрген біздің шенеуніктеріміздің депутаттарымыз меніңше өте аз, тіпті жоқтың қасы. Біздің Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқан ғой, жаңағы біз болмаса сіз барсыз, үміт еткен достарым сіздерге бердім батамды деп. Мағжан болса жолбарыстай қайратты, арыстандай айбатты, мен жастарға сенемін дейді. Бірақ Абайдың сөзін ұмытып кетеміз біз кейде. Абай не деді? Қорқамын кейінгі жас балалардан деді. Енді мен үміт ететінім, балалардан қорқам, сескенем. Дұрыс тәлім тәрбие алмайма деп. Бірақ солардың ішінде кешегі теперішті көрмеген, мойнынан отарлықтың жаңағы бұғауы түспеген, тіліне кісен салмаған жастар біздің мына қазақ мектептерінде өсіп келе жатыр деп ойлаймын. Олар мына Алаш орда іргесін қалаған, біздің шаңырағымызды көтеретін, керегемізді кеңітетін солар. Біздің ордамыз кешегі Шыңғысхан дәуірінен, Есім ханның ескі жолынан, Қасым ханның қасқа жолынан жалғасқан, Тәуке ханның жеті жарғысымен жалғасқан, қазір мына ата жанымызға келіп жатқан біздің дәуіріміз, бұл ата бабамыздың қанымен, ата бабамыздың терімен суғарылған жеріміз. Кешегі Әлихан Бөкейхан айтқан, қазақ даласында әрбір тасы қазақ баласының бешпентіне түйме болып қадалу керек деген ұйғарымды біз ұстануымыз керек. Біз инвестиция деп қазір жағалай тартып жатырмыз, қазір Қытай қаптап жатыр, басқа шетелдіктер қаптап жатыр. Мүмкін оның пайдалы жағы бар шығар, мен енді экономист емеспін. Бірақ мен ойлаймын, қазақ жерінде қазақтың тапқан тері, қазақтың кәдімгі маңдайына жазылған тағдыры, ол қазақтың отауына құт болып кіруі керек. Сонда ғана береке ырысымыз молаяды. Қазақтың баласы далада қаңғып жүрмеу керек, жұмыссыз деп сандалмау керек. Қазақтың келіншектері, қалаулым деген жұртқа көрмейтін жаңағы талғампаз бір бай таба алмай қат отырған жаңағы қыз-қырқындар отырған адамдар сияқты, сен маған кем дегенде пәленбай ақша тап, астында көлігім болсын, басында үйім болсын деген сөзді айтпайтын бол.